Ассалаумағалейкум ағайын. Көп әңгіме бар ғой. Утил, пәлен түген көлік қымбаттады, өмір қиындады деген соған бір амал тапқан сияқтым. Жеке өзіме жарайтын амал. Ол жаңағы утил төлемей қалай көлік алуға болатын. Мінекей мынандай көлік алуға болады. 1975 жылға Удмуртияның Ижевск қаласында жасалған Москвич 412. 4 дөңгелегі бар, 4 есігі бар, артында жүк салатыны бар. Мінекей. Бұны Тараз қаласынан алдым. Алматыға бері қарай алып келдім де, аз-маз жөндеу жұмысын жүргіздім. Мұнда мына жерде тормоздың күшейткіші бұзылған екен, оның орнына басқасын салдым. Мәселен, осыдан кейінгі шыққан москвичтердің мынандай тормоз күшейткіші бұғанда жарап қалады екен. Сәл бір өзгерістер болды енді, сыймаған жерін сыйдыратындай қылдым. Маған дейінгі егелері қозғалтқышын жөндеп дұрыстап қойыпты, сондықтан бәріне жарап тұр. Одан кейін анау не деуші еді, қазақша тыныштандырғыш дейміз бе, не дейміз? Мына глушитель деген нәрсені толығымен ауыстырдым. Бұрынғысы шіріп біткен екен. Ең қызығы осы біздің базарда соның бөлшегін сататын, мына көліктің бөлшегін сататын адамдар табылады екен. Каспийден де талай дүние табылды. Сөйтіп, мінекей жап-жақсы, әп-әдемі дұрыс сақталған екен. Сонымен мініп жүрмін. Күнделікті мінуге жарайды. Бензин жеуі оншалықты көп емес. Ішім мынандай қылып қаптап қойдым қолдан келгенше. Қалған жағы аман сау, осылай жүруге болады екен. Сөйтіп, төлемей, ешнәрсе қылмай, аман-есен мініп жүрмін. Ассалаумағалейкум ағайын. Көп әңгіме бар ғой. Утил, пәлен түген көлік қымбаттады, өмір қиындады деген соған бір амал тапқан сияқтым. Жеке өзіме жарайтын амал. Ол жаңағы утил төлемей қалай көлік алуға болатын. Мінекей мынандай көлік алуға болады. 1975 жылға Удмуртияның Ижевск қаласында жасалған Москвич 412. 4 дөңгелегі бар, 4 есігі бар, артында жүк салатыны бар. Мінекей. Бұны Тараз қаласынан алдым. Алматыға бері қарай алып келдім де, аз-маз жөндеу жұмысын жүргіздім. Мұнда мына жерде тормоздың күшейткіші бұзылған екен, оның орнына басқасын салдым.